Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 7-ші сынып Алматы кітап 4-1 файлдармен жұмыс, 4-2 файлдық функцияларға есептерін, яғни практикалық тапсырмаларын қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Так, онда былайынан жасайық. Ең алдымен бірінші есепті қарастырайық. Осы есепті, бұл есепте не деген? Input.txt мәтіндік файлына аралары бос орынмен ажыратылған А және Б бүтін сандары берілген. Осы сандардың қосындысы мен көбейтіндісін тап деген. Нәтижені output.txt файлына жаз деген. Так, онда біз ең алдымен бастаймыз. Ең алдымен idle'ды ашамыз. Idle'дан біз, егер де білетін болсаңыздар, 4-1 сабақта бізде 3 қана режим бар, яғни файлды ашу, файлмен жұмыс және файлды жабу. Ал енді біз білеміз, что нулевой бірінші файлдан бастаймыз. Нулевой алгоритм ол бізде ең алдымен барлығын бір папкеге сақтап аламыз. Жаңа папканың атына мысалға файл деп қойық. Файлдың ішіне кіремізді Python файлдың атын береміз. Бұл Python файлдың аты үшін программамыздың. Так, осының ішіне не дейміз? Ең алдымен не деген? F тең open 12 мен 15-ті жаз деген. Open деген ол функция, который бізге текстовый документ, яғни мәтіндік документті, бізге мәтіндік құжатты ашып беретін ғана функция. Енді мәтіндік құжаттың атын береміз. Осыған оның аты input.txt, ал режим болатын болса бізде жазу режимі бізде w. f.write осының ішіне str болғандықтан оның ішіне 12, 15 деп жазамыз. f.close. Яғни кодты жібереміз. Кодты жіберсек, қараңыздар. Біздің файлымызда қазір файл деген папканың ішінде input деген документ пайда болды. Input деген документтің ішінде 12, 15 деген сандар жазылып тұр. Енді қараңыздар. Яғни бұл егер де жаңадан удалить етіп тастайтын болсам, программаны қайтадан орындаған сайын маған input деген, яғни текстовый документті қайта жазып береді. Оны жасап отқан біздегі W режимі. W режимінің қызметі қайтадан жаңадан жазу. Так, онда енді осыған оқытамыз енді. Осыны оқытып, біз енді келесі outputқа оның нәтижесін көбейтіндісі мен қосындысын беретін боламыз. F тең open. Тура осыны қайтадан көшіріп жазамын. Бірақ менде режим ауысады, себебі егер де айнымалыларға меншіктейтін болсам, мен міндетті түрде оны оқыту режиммен алып аламын. Яғни бұл жерде мен A, B деймінді, map деген оны бір тізім қылады, типі int болады. Енді f болған соң айнымалы менің мына жерде, значит, менің методымда f.read болмаса readline болады. Былай да қате емес. Split аралары бос орынмен ажыратылған деп мен көрсетіп жатырмын. Яғни сплиттің қызметі аралары қандай дегенге жауап береді. Так, осыдан кейін тексеріп көрем. Шынымен де оқып жатыр ма, оқып жатқан жоқ па? Так, 12 мен 15-і оқып тұр. 12 мен 15-дің типін көремін. Type, біреуін типін көрсем жеткілікті маған. Type аны көрем. Типі действительно int екен. Яғни мен бұны енді сан болғандықтан мен бұны қосалам да, енді көбейте алам да. Яғни x1 дейінді, x1 елі болмаса қосынды тең болсын a плюс b. Ал көбейту тең болсын a көбейтілген b. Яғни бізде код орындалды. Яғни бізде енді қалған задача тек қана екінші файл, яғни output.txt деген файлды ашып, бізге осының нәтижесін ғана шығару болды. Бар болған сол. Яғни екінші текстовый документ ашу үшін екінші бір айнымалы керек. Мына жерде мынаны жауып аламын мен. F-close деп. Şimdi FO дегеніміз, типа F-output деген сияқты. Бірақ оның орнына, FO-ның орнына любой бір айнымалыны қолдануға болады. Мысалы X, A, B, кімге қалай ыңғайлы, любойын қолдана береді. Ол тең open деген функцияға. Енді файлдың аты output.txt. Бұл жай ғана, тек қана соның файлдың ғана атауы жай ғана. Енді оған жазу үшін режим write пайдаланамын, режим W ол. fo.write. Сөйтемді осының ішіне не жазамын? Ештеңе жазудың қажеті жоқ. Тек қана қосынды и көбейтінді жазсам болды.
қазір осыны көрсетейін. Егер де fo.close дейін, егер де осыны тура осы күйінше жіберетін болсам, менде ошибка болады. Неге? Себебі мынаның типі менде int күйінде. Міне менде айтады, write аргументі, яғни болу керек str, бірақ int қабылдай алмайды дейді. Сол себепте мен аламында осы жерге str деп алып алам. Болмаса, мына жерге fo write-тың ішіне де str деп алса да болады. Кімге қалай ыңғайлы. Қосындыны жаздым, fo.write. Бізде көбейту. Қазір қараңыздар, енді қазір мен кодты жіберетін болсам, басып көрсете салайын. Кодта ешқандай ошибка жоқ. Бірақ та қарайтын болсаңыздар, қазір output txt-дің ішінде аралары қосылып қалған. Яғни 180 дегенді біз жаңа жолға түсіру үшін бізге /n деген бізге яғни көмекші сөз қажет болады. Функция деп айтсақ та болады. Яғни осыны плюс n дегенді біз мына жерге де қойсақ болады. Немесе екінші кодтағы f осының алдына да қойсақ бізде қателік емес. Яғни осыны алып тастап, мына жерге де қойсақ бізде ешқандай қателікті бермейді. Яғни осылай қойсақ та ешқандай кодта ошибка болмайды. Output үшін қарайтын болсақ, нәтижесі сол қалпы. Так, бірінші есеп кетті, енді екінші есепті қарайық. Так, екінші есеп бізде мынау 3 санның ортасын табу. Яғни input txt файл берген, мәтіндік файлда аралары бос орынмен ажыратылған ABC бүтін сандары берілген. Осы сандардың арифметикалық ортасын табатын программа құрастырып нәтижені output txt файлына жаз дейді. Яғни 10, 20, 30 дегенді жазып шық дейді. Осының нәтижесін 20-ға бер дейді. Окей. Қабылданды. 10, 20, 30 болсын дейді. 10, 20, 30. Соответственно, мынау не болады? ABC болады. Бұлардың не істейді? Не дейді бұған? Так, бізге олардың ортасын тап дейді. Орта тең болады. А қосылған Б қосылған С, оны бөлеміз 3-ке. Оны біз бөлетін болсақ, қараңыздар. 10, 20, 30-ды қосатын болсақ 60, 60-ды 3-ке бөлетін болсақ, бізде 20 шығу керек. Бірақ біз бір бөлімді берген соң, оның типі всегда не болады? Float болады. Ал float дегеніміз ол 20 емес, 20-да 0 болады. Яғни, соответственно, біз қазір наяқтан көре алсақ болады. Біз өзімізге print дейікті. Мынаны пока өшіре тұрайын мен. Print дейінді орта деп көрейін. Print орта деп көретін болсам, менде не шығады? Нәтижеге 20-да 0 деген шығады. 20-да 0 деген бізде мән болмау үшін, мен маған, яғни бүтін бөлігін ала салам. Яғни ол 2/. Бұл сол кезде бізге маған типі int-ті береді. Сонда қарайтын болсақ, нәтижесін маған 20 деген сан шықты. Соответственно, енді жай ғана маған не қалды? Екінші файлға бере салу ғана қалды. fo тең болады open output.txt. Режим қандай болады? W болады. fo.write. Осыған не бере салам? Ортаны. Бірақ енді ортаны осы күйінше бере салу үшін мен жерге str-ді қойсам болды. str деп барлық өрнекке аламын. Сол кезде мен орта дейтін болсам, менде ешқандай ошибка шықпайды. Так, кодта ошибка жоқ. Нәтижесін енді көреміз. Input-тың ішін қарайтын болсақ 10, 20, 30. Output-ны ашын қарайтын болсақ 20 деген шықты. Келесі есепке барайық. Келесі есепке txt мәтіндік файлында аралары бос орынмен ажыратылған m және p берілген. Осы сандардың соңғы цифрларының көбейтіндісін тап дейді. Қараңыздар, m және p сандары. M саны, мынау менде p саны. M санының соңғы саны 8, ал p саныңқы 5. Яғни осының көбейтіндісі бізге 40. Яғни осының результатын txt файлына жаз деп жатыр. Бар болғаны осы. Ол тіптім қиын емес енді. Мынаны көшіріп ала салайын. Так. Осыны аламында мен мына жерге берейін. Барақта так. Мына
Енді бірақта қараңыздар, текстовый файлдың аты a.txt болды, бұл жаңа аты. Енді бұл жерде менде екі айнымал бар. Екі айнымалдың аттары m және p. Одан кейін мыналарды алып тастасам болады, мыналардың бәрін алып тастасам болады. Так, оқытып алдым. mmap read split. Енді input txt емес, яғни a.txt болады бұл жерде. A файлым болған соң, осыған жазылған соң, яғни осы файлды оқуым үшін міндетті түрде мен оның атын a.txt деп беру керекпін. Кеттік. Енді m мен p-ның соңғы сандарын табу бізде 6-шы класста 2-ші тақырыпта любой санның соңғы санын табу үшін процент 10, яғни қалдығын 10-ға бөлгендегі қалдығын тапсақ бізге жеткілікті еді. Сонда x тең болады m%10 қосылған p%10, точнее көбейтілген. Себебі көбейтілсін тап деген. Енді бұның типі қандай болатын еді? str деп аламын. Şimdi оны f.close деймді b.txt-ға берем. Так, көшірем мына жерге. Так, көшіремді b.txt айнымалының аты fo болады. Так, fo.write не болады? X болады жай ғана. f.close. Кодта ешқандай ошибка жоқ. Енді тексеріп көрейік. Так, тексеріп көрейік. a.txt файлында 15, 268, ал мына жерде 14, 785. Яғни 8 мен 5-ің көбейтіндісі бізге b-да шығу керек 40. Бұл жерде бірақ 40 шыққан жоқ. Неліктен екенін қазір көреміз. Так, m%10. Бұл түсінікті. Так, осы кезде ғана шығады. Яғни жақшаға алмағандықтан бұл %10-ы көбейтіліп кетті p-ға, одан кейін %10 алып кетті. Кодта ешқандай ошибка жоқ. Қайтадан көреміз. b.txt-ға барамын. 40 шықты. Мына a-ның мәні 15268, b-ның мәні 14785, а көбейткенде, соответственно, шықты 40. Келесі есепті қараймыз. Тура осы файлға 20 деген санды беріп, тура b.txt, яғни осы екінші тапсырманың мынау жалғасы. Екінші тапсырмада айтқан жол астына 60 санын жаңа жолдан қосып жаз деген. Бірақ просто так 20-ны қоспа, бізге 20 деген санды бер деген ғой, содан кейін барып 40-ның астына жаз деген. Ол үшін бізге жай ғана еске түсіру керек, что үшінші тапсырма дейін, астына қарай жаңа жолдан емес, яғни астына қарай текстовый документ өзгертпей жазатын режим бізде A деген режим. A деген режим append, яғни соңынан жазу деген білдіреді. Сол себепте бізге жай ғана былайына істейміз. fin дейінді тең open. Режим мен документтің аты b.txt, ал режим, соответственно, болсын A. Осының ішіне, мысалға, A тең, мысалға, A емес, мысалға, S тең болсын, 20-ға тең болсын. Енді мен қосайын. Так, енді мен қосайын. Так, x2 дейінді тең болсын. Int x-қа қосылған s. Яғни int x дегеніміз мынаның мәні, бағана 40 деген мән, оған қосып жатырмын 20-ны. Тексеріп көрейін қазір. Print x2 деп. Егер де шығатын болса, значит есепте қате жоқ деген. Есепте қате жоқ. Енді осыны мен жай ғана неге жаза беремін? Write деймді. Жаңа жолдан деймін. Жаңа жолдан қосамын. Нені? str x2. 40-ның астына сонда 60 деген шығады. fo write емес, fin write болады. Яғни осы айнымалын берсек, яғни оның методы да тура соған тең болу керек. fin.close. Тексеріп көреміз. Ешқандай ошибка жоқ. Яғни кодтың соңына барамыз.
b текстінің ішіне қарайтын болсақ 40-60 есепте де тура осылай берілген, сол себепті де шықты деп ойлайық. Мынау тапсырмалар 4-5-6 4-5-6 тапсырмалар өте қызық, және ол бізді 6-шы сыныпта егерде білетін болсаңыздар, ең басында 3 бұрыш, 4 бұрыштардың есептер болатын, тура сол есептерге ұқсайды. Тура осында біз солайдан шығаратын боламыз. Енді ол үшін жай ғана біз не істейміз? Бізге көп документ керек емес. Бізге бір-ақ документ алсақ жеткілікті болады. Файлдың аты қандай? Бірінші мына A файлына екен, мынау input, мынау output екен. Давайте бұларда енді ана файлдар өшіп кетпеу үшін тексті документтер просто аттарын өзгертіп жасақ та ештеңе қылмайды. Біріншісі мынау 4 бұршек, қазір 4 бұрышты істейміз қазір. Так, A текст емес, мысалы A1 дей салайықшы. A1 тексти болсын, сонда f.write осының ішіне нені қойсамыз, жұлдызша көбейтілген қанша болады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 штук екен. Көбейтемін 14. Сөйтемін f.write деймін. Жаңа жолдан болсын деймін мен оны. N қосылған. Так. Жұлдызша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, осымен бұлайдан көрейік. И осыны көшірейін. Сөйтемді мынаны просто алып тастаймын да көбейтемін 14-ке. Close. Так, ешқандай ошибка жоқ. Нәтижесін көрейік. A1 деген файлдың ішінде, мына жерде бір пробелдан берсем жеткілікті екен. Сонда 1, 1. F5 жіберем. Жібердім. A1-ді ашатын болсам, менде 4 бұрыш пайда болды. Келесі налайынан тең. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 11, 5, 6, 5, 11 екен. Так, оны бітеміз. A2 болсын. A2-ге бұлайдан болады. Қосылған тең дейді. Тең көбейтілген қанша? 11 қосылған тұрғандай. Так, келесі қатарында 1, так, мынау 1, мынау 2, 3, 4, 5 қатар екен. Так, келесі қатарында мынау қақта орналасқан 1, 2, 3, 4, 5, 6, окей. Так, келесі қатарға беземіз. Жаңа жолдан болсын. Мыналардың бәрін құртатырайық пока что. Осыған қосамыз. 1, 2, 3, 4, 6. Так, бұлайдан 1, 2, 3, 4, 5. Бұлайдан болады. Сонда тура осыны. Так. Көрік. Если что, дұрыс болмай жатса, ауыстыра саламыз. Так, мынауымыз неға кетіп қалған. 1, 2 пробел кетіп қалған. Так, онда олайынан жасаймыз.
Так. Bir. Query code'da. Так, мынау bir, екі. Bir, екі. Daha da bir пробел. Daha da bir пробел. Mana endi keldi mынау. Так. Bir, екі дейін аны. Bir, екі. Bir, екі. Bir, iki, üç, dört, beş. Keldi. Buna kodni ko'chira solamiz şimdi. Mına kod chiqdi. Так, келесі есеп. Мынау 1, 2, 3, яғни бұларды істеу қиын деп ойламаймын. Так, одан да мына есепті қараңыздар. Мына есепті оқитын болсақ, файл деген тең open деген, яғни файлды ашқан data.txt деп ашқанда, data.txt-ді оқытқан немен? W режиммен. W режиміне оқытқан соң, яғни кодтың нәтижесінде не шығады деп сұрап тұр. Онда былайынан болады, қараңыздар. Тура осы кодты мен жаза салайын. Так. Осыны мына жерге көшіре салайын. Файл болсын. Data.txt ол дейді. Data.txt режим бізде W. Мынау бізде 284.152 деген файл класс. Қайтадан бұны тура біткенді. Просто режим R болған. Сөйткенде fin read split дейді. abs map int out data деген файл шығарған. Сөйткенде режим W деген. Режим W-ға кадның так f out write out data и режим append. Так, осыдан бізден не шығады деп сұрап тұр. Не шығады деп сұрап тұр. Бізде қазір негізі нәтижесінде былай кодты оқиықшы. Ең алдымен бізге бірінші data.txt деген документ ашқан. Документ ашу біріншісінде. Екіншісінде осынған 284, 152, 4589 деген сандарды жазған. Сөйткенде файл жапқан. Файлдың ішіне осы data.txt деген осы код, яғни аяқталған кезде бізде файлымыздың ішіне, папкамыздың ішіне
data txt деген текст документ пайда болады да, оның ішіне 284 152 4589 деген сандар жазылады. Екінші не істеген? Fin open data.txt режим R. Өйткені мынаны abc finread дегенді сплит қылған, өйткені типін int қылған. Яғни бұны map қылған. Так, значит a-b-ға теңестірген мынаны. a-b-ға яғни теңестірген. Осы жерде a тең болды 284-ке, b тең болды 152-ге, s тең болды 4589-ға. fout деген екінші файлға жазған. Текст ашты. Сөйткенде k тең деген a процент 10 ол бізде 4 деген, 4-ке қосқан, b процент 10 2-ні қосқан. Сөйткенде 4 қосу 2, сөйткенде s деген 4589 бүтін бөлік 1000 деген. Осы 4589-ның ішіне 1000-ды қанша рет сияды деп тұр. Яғни, соответственно, 4 болады, қосынсы тең болады 10 деген санға. Сөйткенде оны str дегенде жаңа санмен n деп мынаны берген. N деп бергенде fout right не болған? Только бізде қараңыздар, кодтың нәтижесінде тек қана 10 деген шығады. Сөйткенде мына жерге сау болыңыз деп жазғанда, бірақ та мына жерде файлды жаппаған, fout-ты жаппаған нәтижесінде сау болыңыз деген сөз жазылмайды. Код көреміз, ешқандай ошибка жоқ. Тек қана бізде нәтижесінде бізде шығады data txt-дің ішінен қарайтын болсақ 284 152 4589 out dataға шығады 10 деген сан. Енді қараңыздар, оның астына сау болыңыз деген сөз шығу үшін бізге жай ғана fout.close десек жеткілікті. Сол кезде бізге кодтың нәтижесінде 10, одан кейін оның астына сау болыңыз деген сөз шығады. Неге сау болыңыз астына шықты? Себебі мына жерде жаңа строкадан жазсын деп қалдырып кеткен. Түсінікті деп ойлаймын, ол барынша. Так, келесі. Seek пен read-қа арналған тапсырмалар. Қараңыздар. Бірінші тапсырма abcd, яғни осы файлды. Так, abcd дегендер жазған, одан кейін осыны оқытқан. Бірінші код readline болады, екінші код readline 5 болған, яғни inputқа не істеген, ана текст егіп outputқа шығарған. Так, бұны осы тапсырманы шығарайын, онда былайынан кеттік. Осыны екінші неге сақтап алайыншы папкаға. Рабочий стол, жаңа папка ашайын. Seek read деп ашайын. Сөйтенде seek пен read-қа осы жерде программаның аты бір бола берсін. Сөйтенде fi тең болсын open input.txt режим w. Так, мен оңай жолмен шығарсам, ешкім қарсы емес шығар. File, new file деп, сөйтенде мен осы жерге a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осыны мен сақтайын. File, save as, тура бағана secret деген папканың ішіне Python файл болмайды, бұл текст файл болады. Текст файлдың аты input.txt болады. Сохранить етейік. Сонда бұны жаба салам. Сонда режимменде R болады да, осыны мен қазір бірінші printқа шығарып көрейін. Print fi.readline деп просто шығарып көрейін. Нәтижесінде шығып тұр. Значит, ешқандай ошибка жоқ. Readline 10 деп көрейін. Сонда менде не шығады? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K шығады, қалғаны шықпайды. Енді қараңыздар, осы жерде тағы да мен 10 деп жазатын болсам, астындағы санды мен оқытуым үшін 5 деп жазатын болсам, осы мысалы 4 санға шығу үшін, егер де тура өйстіп жазатын болсам, ол тоқтаған жерінен жалғасып кетеді. Сол үшін бізде жалғаспау үшін мен ана жерде айтқанмын, fi.readline деп пустой жіберемін. Сол кезде линияны полностью оқып кетеді. Сол кезде 0, 1, 2, 3, 4 деген шықты. Бұны аутпутқа жазу қажеті жоқ деп ойлаймын. Лучше есептерге көшейік. Так, лучше есептерге көшейік. Мына практикалық тапсырмаларда қараңыздар. 65.859 365 жол берілген. Осы жолдардан 59 мен 65-ті ажыратып алу үшін қандай команда жазу керек дейді. Мысалға осының ішінен 59 мен
65-ті ажыратып ал дейді. Мына 59 мен, скорее всего, мына 65-ті айтадыр. Так, онда бүйтеміз. Seek read жазу керек біз. Режим W болсын. Мынаны өшіре салайық. fi.write. Енді осының ішіне бағанағы сандарын жазайын. Осының ішіне жазайын. Енді мен бұны ажыратып алайын. fi.close. Енді мынаны қазір fi.open дейін. input.txt режим бізде r болады. Егерде r деген жазғыларыңыз келмесе жазбасаңыздар, потому что по умолчанию всегда r болады. Егерде жазбайтын болсаңыздар да ошибка болмайды. Кеттік. Енді онда бітеміз. 65 емес, мына 59-ға бару үшін маған seek керек. Сонда seek бізде fi.seek 1, 2, 3, 4, сонда seek 4-ке тең болады. Ал оның досы бізде тең fi.read. Read енді қанша таңба оқысын дейміз. Бізде 59 деген 2 таңбалы, сол себепте 2 дейміз. fi.seek қазір нақты A-ның мәнін көрейік, чтобы түсінікті болу үшін A деп көрсетейін. A-ның мәні бізде не болды? 59-ға тең болды. Қараңыздар. Осы жерде мен қазір 3 дейтін болсам, 3 емес, мысалға 5 дейтін болсам, менде қараңыздар. 59 пробел 36, яғни осының барлығын 5 таңбаны оқиды. Яғни readтің қызметі полностью оқи салу. Ал seek'тің қызметі қай жерге апару, яғни курсордың қызметі. Маған ол керек емес. Енді маған seek'ті апару керек 65-дің алдына. Сонда 4, 5, 6, 7, 8 болады. И, соответственно, бұға теңестірем. Так, 2 бола берсін, мынау b болсын. Енді мына жерде seek менде 8-ге тең болсын. Так, 59 болды. Ал print менде b-ны бермеппін. P-ны беретін болсам 65-ке тең болады. 59 мен 65-ті ажыратып жазып алдым. Бұны мен бір қатарға шығара салайын. A мен өтір b деп. Сол кезде более түсініктірек болады. 59, 65 ажыратылып жазылды. Келесі. Үшінші тапсырма, қараңыздар. Input.txt мәтіндік файлда аралары бос орынмен ажыратылған A, B, C, D және P бүтін сандары берілген. A және B сандарының қосындысының, C және D сандарының айырмасының P санына қалдықтарын көбейт дейді. Яғни A мен B-ның қосындысының, C мен D-ның айырымының дейді. Осының қосқандағы мәнінің 9-ға бөлгендегі, мынау 9-ға бөлгендегі қалдығы 7-ге тең. Ал айырымны 9-ға бөлген кезде қалдығы 6-ға тең. Соның көбейтінділері 7 мен 6-ның көбейтіндісі 42 шығып тұр. Яғни бұл сәйшін түсініктеме. Яғни бізге шығу керек. Инпутқа нан беру керек біз, ал шыққанда аутпутқа 42 деген сан шығу керек. Ол былайынан болады. Так, Ctrl-C. Так, осыны аламда. Так, енді аралар бос орынмен ажыратылған input.txt режим R болады. Сенде бұны тура seek'пен жасайын, seek'пен көрсетейін. По умолчанию бізде всегда seek бізде не болады? Всегда не болады? 0-де тұрады курсор. Значит, 25-ға тең болады. Сонда seek 3-ке тең болады. Seek 3-ке тең болады да, b тең болады 2-ге. Так, 2 таңбаны оқиды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бізде seek тең болады енді 6-ға. Ал C тең болады fi.read. Так, бұны сразу int қылып ала салайық, чтобы бір-біріне қосу үшін. Так, fi.read мынау C болсын. fi.seek. Так, seek бізде баратыр. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға барады екен. 9-дан кейін D болады, тең болады. Int fi.read. fi.read 2. 2 таңбаны оқы деп жатыр. Сөйтемді 2-ден кейін 9 болады. 9, 10, 11, 12. Seek менде тең болады 12-ге, ал P тең болады int fi
read 1. Так, енді маған бар болғаны, енді осылардың қосылсын. x1 тең болады a қосу b. Осының қосылсын қалдығын аламын мен. Қосып қалдығын p-ға бөлемін. Сөйтемді x2 деймді тең болады s минус d процент p. Енді print көрейін x1, x2. x2-ні көретін болса, маған 7 мен 6 шығу керек. 7 мен 6 шығып тұр, жай ғана маған не бәрі олардың көбейтілгенін шығарсам болды. S тең болсын, str x1 көбейтілген x2. str қуатқаным себебі қазір екінші файлға беретін болсам, сразу s деп жазу үшін ғана. Print s деп көрейін. Так, шықты 42 болды. Енді мен оны бере саламын екінші файлға. fo.r тең open output.txt режим бізде w fo.write. Так, нақты fi close жазбатын. fo.write s и fo.close. Так, 42 шықты. Енді кодта ошибка жоқ екен. Бізге қазір не сохранить етеміз. Так. Енді бізге secret'тің ішінен input'тың ішін қараймыз. 25, 18, 45, 12, 19. Шығады нәтижесінде 42. Так, келесі есеп. Келесі есеп бізде так, result и мынау экранға шығару. Так, result дегенде мыналар сикпен ойналады тоже. Так. Так, sum txt, мынау result txt. Так, sum txt, мынау бәрін өшіре салайын. он екі бүтін оннан төрт. Мынау бізде sum.txt. Системда fi.close деймін. Осы сандарды енді оқытам. fi тең болады. Тура осыны көшіріп аламын. Мынаны жазбай қойсам болады. Или болмаса режим R-ді салайын. Енді осы жерге былайынан жасайын. Енді оқытайын. Осы жерге a тең болсын. Жалпы не сұраған өзменен? Так, файлында 2 таңбалы 101 дәлдіктегі нақты сан берілген, сол сандардегі болды. Яғни қосындысын тауып, оны жуықтау керек деген. Яғни қосындысын тауып, сол сандарды бүтін бөлікке дейін жуықтап, бірінші жуықтап, кейін қосындысын табу керек. Так, онда бітеміз. A тең болады. Int емес, float болады. Float fi.read. Read қанша болады? 1, 2, 3, 4, 5 болады. Яғни 5 таңбадан оқывадыр. Так, print a. Яғни точкада таңбаға жатады. Так, понятно, уже нормально деген сөз. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға барамын. fi.seek 6-ға барамын. Системда b деймді, тең float fi.read қанша болады? Тоже 5 таңбалы. Системда, так, 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12. 12-ге барамда, уже бұл жолы. Так, fi.seek 12, s тең болады. Float fi.read тоже 5 таңба. Так, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. fi.read бізде 18 болады да. И астында тоже не болады. Мынау 18 болады. Мынау бізде d болады. Енді бар болғаны маған осыларды қосып s тең round a плюс b плюс s плюс d. Print s деп көрейін. Нәтиже солайынан шыққан ба? Нәтиже солайынан шығып тұр.
кеттік. Сөйтенді бұны мен енді close f тең open. Так, файлдың аты result еді. .txt режим w f.write осыған жазамын мен str st. Так, f.close кодты ашып жоқ, енді нәтижесін көреміз жаңадан. Sum дегенде мынау тұр, result көреміз. 159 шықты. Келесі тапсырма 1456 784. Бұл нәтижесін экранға ғана шығару. txt-да математикалық өрнек берілген. Аралары немен тұр? Плюспен тұр. Бұл бізде 6-шы класстың 3-7 тақырыбы split деген тақырып, арасы бос орынмен емес, плюспен ажыратылған деген сөз. Оның нәтижесін экранға шығара салсақ жеткілікті. Так, бүйтеміз енді. Тура осының бәрін өшіреміз да. Бізден txt болады. Енді бүйтеміз. fi тең болсын open. Режим бізде a.txt. Режим бізде r. Болмаса жазбақ қоясыңдар. Енді b деймді тең map int input емес if i.read .split арасы, splittің арасы немен ажыратылған? Плюспен ажыратылған. Şimdi print a плюс b. 80 деген нәтижесінде шығады. Неге арасы плюс? Себебі арасы плюспен. Ал егерде біз жазып жүрген сплиттерде арасы бос орынмен еді. Бұл жерде бос орын жоқ. Плюспен ажыратылғаннан кейін біз осы сплитке плюсті пайдаланатқанымыз сол себептіден. Так, жалпы үй тапсырмасы ретінде, яғни файлдан оқыды, файлында жаздық. Бұл да особо есеп жоқ екен. Келесі тақырып бізде тармақталған алгоритм программалау. Келесі кездескенше сау болыңыздар.